Академияда Индияның адамдарын көретін, енді TikTok'тан көретін болдық қой. 0 лайк қойшы, басып кетейін бе. Осына орыстар итпен мышықты асырап жүреді. Байт, оны білмейсің ма не сен? Жоқ. Короче, олардың күйеуі жоқ қой. Серьезно ма? Серьезно? Қойын, натуре жалай ма не? Мал. Нұрлы магазинге барып қайтсайсың? Не үшін? Жақын отырсың ғой магазинге. Ой, беші сен жақын отқан жоқсың. Барып қайтасың ше. Ой, телефон не онда ер. Ой, бірге барып қайтамыз, кетіп жүріңдерші. Құртшы, өзіміздің өлең қойшы, тамыр. Аузын. Балдармен жүр. Сосын. Мен де жақсы оламын. Сүйдім бетімен. Болды. Сүйдім бетімен. Мен де жақсы көрем. Сәл сөйле солақта Охранник родной. Інім, қалайсың? Сен ана машина ойнап жүрген бала емессің бе? Бір деловой приложение болып тұр ғой саған. Не приложение? Жүрсің ба? Ойнап жүру керек еді ракетаны. Арендаға беріп отырмын да, суббота, воскресенье күні балдар жаңа айға, марсқа, анаяқа беріп ходоксын бәрін одырғызып тастаған ғой. 2-3 миллиард шығарып берсең болды. Қой, братан, осымен ең алғаш ит ұшқан дейді ғой, эксперимент ретінде белка мен стрелка деген ит ұшқан ғой, ең бірінші. Қойш? Мінезі ит достарың болса, таныс бар, ұшып жүруге болады. Бауырым, мына жер суретке түсуге болады. Ракета ұшады қазір, басын күйіп қалады, құр бар. Памятник емес па не, братан? Памятник емес бұл, құр. Аяқ бар. Братан, 500 теңге берейін, түсіп Сол. Дәл осы ракетамен мен атам ұшқан ғой. Марсқа ұшқан, ұшып баратқан кезде 4 инопланеттан қанатаны көріп қалған ғой. Қанаты ма біздің? Соны бәрін алып қалған ғой, қалсай осы жақта бізде жұмыс істесей деп алып қалған. Арасында инопланетянский тарелкамен, вилкамен, ыдыс-аяқ набормен келіп тұрады. Бизнес па кәдімгі? Бизнес, Пиндода бар ғой ояқта. Братан, не істейсің? Оликсқа қоямын да, сатып жіберемін шешіп. 6 ай болды, айлық алған жоқпын әлі. Наны ма? Под капот миллион қойса болды, бер жерем. Мен нету Байконур сап қоямын болды. Көкейін қанша балашағыңыз бар? 7 балашаға бар ғой бізде. Ой, 7 балашағыңыз бар ма? Енді тоқтайтын шығарсың сен де? Жоқ, тоқтамайсың ба? Ракетаны басып көтеріліп тұр ғой, ара бересің, тоқтамайсың. Оғым, ракетаны әйел адам айдаған, салоны қып-қызыл, ішін бәрі химчистка жасалған, айға 2 рет барған, Марсқа 4 рет барып келген. Ешқандай метеорит-ситаритке соғыспаған. Документ, ой, бауырым сен кішкене за***да бола екенсің, Байқоңырым елім менің еңселі. Төбелесесің бе? Төбелеспеймін мен. Неменеге? Сен қатты өлсетін кроссовканы киіп аласың ғой? Ой. Міне. Кел, ең төбелесеміз. Төбелеспеймін. Неге? Сен үстіңе трико киіп аласың ғой? Ой. Кел, ең төбелесеміз. Төбелеспеймін. Не болды? Трико киіп аласың сен бұтыңа. Міне. Кел енді. Төбелеспеймін. Не болды тағы? Сен бұтыңа трусы киіп аласың ғой? Сенде жоқ па не? Ой. Мә. Кел енді. Ең төбелесеміз точно. Жоқ. Неменеге? Қыздармен төбелеспеймін мен. Осы еркектер бар ғой, бәрін бір дейсіңдер. Шешіндіріп тастап кетесіңдер. Ассалаумағалейкум көрермен. Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар студияда Саубек Айымбетов алдымен. Немене біле олай, азаннан кешкен телефон шұға кіріп кетіпсің ғой ішіне. Ана мал жайғастырдың ба? Жайғастырып қойдың ба? Отын бұталды ма? Бұтақ қойдым мен. Ана шарбақ сол күйі жөндеген жоқсың, сен ұмыттың ана. Бүкіл ауылдың малы біздің шарбақтың ішінде жүрген шығар. Оны кешесіз қойдың ба? Қой? Ана ит ашық қой анау. Итке тамағын бердің ба? Жоқ. Бәле жоқ. Құр барай тамағын бер ана иттіңе. Тірлік істемейсіңдер айуандар. Азаннан кешкен телефон шұқылап. Қатын келдің ба? Сен әлі отырсың ба? Не істеме отырмаған дейін. Тірлік істемейсің ба сен? Қойшы аузын жапшы бұл, не біле ол. Адам ұсап жаңалық көрейік ше. Ана иттің тамағын берші, ана жуынсын таппай жүр ана бола. Сол ит құрлы жоқсың ғой сен, білесің ба? Азынан кешкесін отырасың телефон шұқылап. Қой, аузын ол хотя бы үйді қорғайды ғой. Итпен дейін келдің ба мені? Қазір сол итті атып тастаймын ғой, қазір шоғынбайға бар. Балам, итке тамақ бермеші. Аузын айырамызға атам болын. Аттарын жинап жүрмейді тегі бір. Бұл үйде Тамара деген құл бар ғой, бәрін жинап жүретін. Қой ана шоколадты орнына, ертең қонақ қалып барам. Мама, басым ауырып тұр. Шұқыласай тағы телефон. Қояды сол кезде басым. Ертең мен өлем де қалам. Сосын ана әкелеріңе бәрін білесіңдер ғой, біреуді алып келіп алады ол. Жүресіңдер сосын бәрін қанға қысап. Әкем қант зауытта істейді ғой.
сал аямай тағы. Именно бізден алыңыз кредитті. Қазір алыңызшы кредит, өтініш сізге керек сияқты ақша. Өтініш кәм сізге бұйырып тұр, кәм вообще процент қосылмайды үстінен. Оның өтініш, аға алыңызшы, сіз красавчиксіз ғой, аға. Көтіңізге кірейін, аға алыңызшы бізден. Мен сені тауып аламын. Қызың садикке барады екен ғой. Сөмкесінің түсі әдемі екен, розовый. Төлеймін ғой. Алдың ба төле. Кешкі 7-ге дейін уақыт. Хорошо. Түсіндің ба, ей? Мені ашуландырма. Мақұл. Хорошо.